91 жыл шамасындай сол қыздың сұрасаңыз, әй аты үмітбек тұрған күннен күнге оғып бұғып от жағып қазан асып, әй ауқат еткен ұл туған ол шешесін, әй жайлау жүріп. Сол кезде үміт келген 11 жасқа бала жоқ деп тұрғанда бұдан басқа қап еткен кедейліктің өмірінен жармай кисе киінмей ішер асқай. Әй туыс жоқ деп тұрғанда, әй жалғыз басы жек жатқан жұрдай болған айналасы. Айналып беттен сүйіп қуанады үмітті ортаға алып, ей ата-анасы. Қарағым айналайын қалқан үміт, еш жаққа шыға алмайсың үйден шығып. Үстіңде киімің жоқ, жалаңашсың, қайтейін амал бар маң, ей қу жоқшылық. Ата-анасы 14-ке сонда келген қыздың жасы. Сүйегі таза сұлу болар ай деп күңкілдеп сөз қып жүрдің, ей ел арасы. Осы кезде жасы 14-ке келген кезде үмітті еріксіз малға беріп жібереді. Сол кезде үміттің қоштасып айтқан зары дейді. Сенгенің опасыз мына жалған түстіме маған сенгенің. Жас үлкен кіші ағаның алақанын көрмедім, ит өлген жерге жеткенше біреуің нағы бай келмедің. Көз жасым әкем мойныңда, осы ма жалған көмегің. Қойды айдаған, шу өлкесі аман бол, шалғынға бие байлаған. Қатарда құрбым аман бол, әзілдесіп ойнаған. Жеңгелерім аман бол, сырласып бірге ай тойлаған.